Бүгін біз еліміздің болашағына тікелей әсер ететін маңызды мәселе жаңа конституция жобасы туралы сөз қозғап отырмыз. Мектеп директор ретінде мен ең алдымен өскелең ұрпақтың тәрбиесі мен болашағын ойлаймын. Конституция мемлекеттің негізгі заңы ғана емес, ол әр азаматтың құқығы мен міндетін айқындайтын басты құжат. Еліміздің тұрақтылығы мен дамуы заңның әділдігіне байланысты. Жаңа конституция жобасы білім беру саласының дамуына, балалардың құқықтарын қорғауға, әділетті қоғам қалыптастыруға бағытталған. Біз тәрбиелеп отырған оқушылар ертеңгі күні ел тағдырын ойлайтын, ел тағдырын шешетін азаматтар болады. Сондықтан олардың құқықтық сауатты, белсенді әрі жауапты болып өсуі аса маңызды. Мен ел мүддесі үшін, болашақ ұрпақтың игілігі үшін жаңа конституция жобасын қолдаймын. Бұл тұрақты, әділетті, әрі қуатты мемлекет құру жолындағы маңызды шешім.